Қарақтай мемлекеті 12 ғасырдың басында Жетісу, Талас, Шу және Қырғызстан аумағында құрылған түркі кең мемлекеті. Ол 1120 жылдан 1218 жылға дейін өмір сүріп, Орта Азиядағы күшті мемлекеттердің бірі болды. Мемлекет Ляо әулеті құлағаннан кейін көшіп келген кидан тайпалар арқылы құрылды. Олар жергілікті түркі тайпалары мен қалаларды бағындырып, өз мемлекетін құрды. Мемлекет басшысы қаған немесе император, ал ішкі басқару жүйесі қалалар мен тайпаларға тағайындалған әкімдер арқылы жүргізілді. Аумағы Жетісу, Талас, Шу және қазіргі Қырғызстанның кейбір аймақтарын қамтыды. Астанасы Баласағұн болды. Қарақтай әскерлері көшпелі әскери дәстүрге сүйеніп ұйымдастырылды. Мемлекет көршілері Қарахан мемлекеті, Хорезм мемлекеті, селжұқтар және қыпшақтармен қарым-қатынаста болды. Ұлы жібек жолының бойында орналасуы сауда мен мәдени байланыстарды дамытуға мүмкіндік берді. Қарақтайларда түркі мен қида мәдениеттің элементтері үйлесіп, қалаларда мәдени өмір өркендеді. 1218 жылы Жошы ұлысының әскерлері Қарақтай мемлекетін жеңіп, оның жерін өз бақылауына алды. Осылайша мемлекет тарих сахнасынан толықтай кетті. Қарақтай мемлекеті Орта Азиядағы саяси күштердің бірін құрып, сауда жолдарын бақылады. Түркі мен қида мәдениетінің синтезіне үлес қосты және кейінгі моңғол мен түрік мемлекеттерінің құрылуына әсер етті.